Қайырлы күн достар. Бүгін біз кешегі қайнатылған айраннан құрт жасаймыз. Бисмилlah. Мінекей осындай болып шықты. Мінекей құртымыздың бүгін тұрғанына 2 күн болды. Суының сорғып, егер тағы да 1-2 күн тұрса, бұл қатып қалатын еді. Қазір мысалы бүйтіп біріктірсек, жақсы бірігіп, әдем болып тұр. Қазір күн ыстық болғандықтан 2-ші күні осылай жасай берсек болады екен. Қазір дәміне қарай, татына қарай тұз қосамын. Сосын жақсылап араластырып, құрт жасай берсек болады. Қазір тура бүгін істейтіндей әдемі болып тұр екен құртымыз. Мінекей қарасаңыз, басында да жақсы бірігіп, әдемі болып тұр. Осылай құрттарымызды жасап шығамыз. Мінекей біздің құрттарымыз толығымен дайын болды. Енді бұйырса кептіреміз, күнге іліп қоямыз. Сіздердің құрттарыңыз қалай шығып жатыр? Комментарийға жаза кетіңіздер.